Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Learning Apps бағдарламасына қалай тіркелу қажет екендігін көрсететін боламын. Ол үшін Google-ге Learning Apps деп жазамыз және де іздеу батырмасын басамыз. Басқаннан кейін бізде ең бірінші болып шығады, соның үстін басамыз. Міне біздің алдымызда Learning Apps бағдарламасы шықты. Бұл сабақты қосымша тапсырмалар беруге және де қызықты өткізуге арналған бағдарлама болып табылады. Бұл бағдарламада көптеген тілдер бар. Өздеріңізге ыңғайлы тілді таңдасаңыздар болады. Өкінішке орай қазақ тілі жоқ. Сол себепті орыс тілін таңдаймыз. Енді оң жақ бұрыштағы вход батырмасын басамыз. Бізде осындай шығады. Егер сіздердің аккаунттарыңыз болса, логин, пароль жазсаңыздар болады. Бізге жаңадан ашу керек болғандықтан создать новый аккаунт басамыз. Енді осыны толтыратын боламыз. Бізге ең алдымен имя пользователя жазу қажет. Мен Диана деп жаздым. Өздеріңіздің email почталарыңызды жазасыздар. Почтамыз енгізіп болғаннан кейін пароль жазамыз. Оның астына сол жазған паролімізді тура сол секілді етіп қайталап шығамыз. Парольдарымызды енгізіп болғаннан кейін я принимаю условия пользователя Learning Apps деп басасыздар. Егер сіз жаңағы жазған почтаңызға ақпараттар келгенін қаласаңыз, келесі батырманы басыңыз, және де осы аккаунтты пайдаланатын басқа да тұлғалар сізге жазғанын қаласаңыз, осы екі птичканы белгілесеңіз болады. Немесе қаламасаңыз белгілемейсіз. Осының астында жазылған кодты теріп шығамыз. Создать контоны басамыз. Кейде осындай қызылмен ошибка көрсетуі мүмкін. Бұл не себепті? Себебі бұндай имя пользователямен аккаунт ашылған деген сөз. Сол себепті басқа имя пользователін ашу қажет. Жаңадан кодты тереміз қайтадан. Міне біздің аккаунтымыз ашылды. Енді оң жақ бұрыштағы қара адам бейнесін бассаңыздар, сіздердің аккаунтыңыз жайлы ақпараттар көрсетіледі. Және де оң жақ бұрыштағы май упражнение бассаңыздар, бұл жерде сіз өзіңіз істеп шығарған тапсырмалар немесе басқа аккаунттан алған тапсырмалар көрсетілетін болады. Бұл бағдарламамен сіз көптеген тапсырмаларды жасай аласыз, яғни төменде көрсетілген найти пару, классификация, хронологическая линейка, простой порядок, ввод текста, сортировка картинок, викторина с выбором правильного ответа, заполнить пропуски, аудио, видео контент, кто хочет стать миллионером, кроссворд, пазл угадайка, слова из букв және де тағы да басқалар. Сонымен бүгін біз Learning Apps бағдарламасына қалай тіркелу қажет екендігін үйрендік. Келесі сабақта әр тапсырманы орындауды үйретемін. Сол себепті менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.